Бүгінгі сабақта біз құжатты сақтаудың жолдарымен танысатын боламыз. Бір қарағанда қарапайым тақырып болып көрінуі мүмкін, алайда бұл жерде де өзіндік ерекшеліктер бар. Мәтін жазу барысында мәтіндегі өзгерістерді осы құжатқа сақтаудың жолдарымен танысқан болатынбыз. Сол үшін біз сақтау иконкасына басамыз, немесе Ctrl+S батырмасын басамыз. Алайда сақтаудың басқа да жолдары бар. Ол үшін файл қалташасына кіріп, экспорт батырмасын басатын болсақ, біз сақтаудың бірнеше жолдарымен танысамыз. Оның бірінші жолы өте жиі қолданатын файл түрі PDF файл күйінде сақтау. Осы нұсқаны таңдайтын болсақ, біз құжатымызды PDF файл күйінде сақтай аламыз. Одан бөлек басқа да мүмкіндіктер бар. Осы экспорт батырмасын басатын болсақ, изменить тип файла деген бар. Бұл жерде бізде бірнеше нұсқалар бар. Ең стандартты түрі, яғни қалыпты жағдайда біз кәдімгі Word форматында сақтаймыз. Ол онсыз да үнсіз келісім бойынша солай жүреді. Немесе 97-2003 жылғы Word. Бұл не үшін керек десеңіз, кейбір жағдайда басқа қолданушыға жіберетін кезде ода Word-тың ескі нұсқасы болуы мүмкін. Сол кезде сіздің жаңа форматтағы, осы мына docx форматындағы құжатыңыз ашылмай қалады. Ол мәселені шешу үшін сіз осы ескі Microsoft Word форматында жіберетін болсаңыз, ол ашылатын болады. Open Document текстісі бұл сіздің жасаған құжатыңызды басқа бағдарламалармен, тегін LibreOffice деген Microsoft Office бағдарламаларының аналогы бар, сол бағдарламаларды ашу үшін қолданылады. Шаблон дегеніміз алғашқы сабақтарда айтылғандағыдай үлгілер, сіз өзіңіздің үлгіңізді жасап сақтап қоя аласыз. Кейін оны үлгі ретінде қолдана аласыз. Қарапайым мәтін, бұл жерде тек қана мәтін сақталады. RTF бұл да қарапайым мәтін күйінде, және де көптеген компьютерлерде Microsoft Word бағдарламасы болмаған күннің өзінде ашылуы мүмкіндігі бар. Веб парақша ретінде сақтай аламыз. Олай болатын болса, біз өзіміздің құжатымызды кәдімгі веб браузерлермен аша аламыз. Енді осы жерде сізге бәрі әдемі көрініп тұр. Дәл осы мүмкіндікті сіз сохранить как батырмасын басып, құжатты сақтауға көшсеңіз, мына жерде тип файла деген бөлімі бар. Соған басатын болсаңыз, аталған мүмкіндіктердің барлығы бар. Тек бұл жерде атаулар ғана берілген, түсініксіз болуы мүмкін. Егер шатаспасаңыз, осыны да қолдана аласыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақтағы берілген материал түсінікті болса, келесі сабаққа көше беріңіз.